Оралда жеткіншектер арасында ұлттық спорт түрлерін қамтитын жарыс өтті. Намыс спорт клубы мұрындық болған турнир барысында жастар асық ату, тоғызқұмалақ, шахмат пен дойбы сияқты ақыл ойды дамытып, ептілікке үйрететін спорт түрлерінен сынға түсті. Қазір қала аумағында шағын футбол, баскетбол және волейбол ойнауға мүмкіндік беретін едене арнайы жұмсақ материал төселген спорт алаңқайларының саны көбейді. Есесіне осындай жарыстар кезінде қалаға қарасты Дергөл, Зачаган, Желаев және Серебряков кентінде тұратын жасөспірімдерді түгел қамтуға мүмкіндік туды дейді сала мамандары. Ал жеткіншектер болса, ұлттық ойындарды меңгергенімізден ұтылмасымыз анық. Көбіміздің бар уақытымызды телефонға, қалаберді компьютерге үңіліп өткізуіміз рас. Бір ғана тоғызқұмалақ ойынның бізге тигізер пайдасы ұшан теңіз. Өйткені мектепте алған білімді осы ойын арқылы одан әрі шыңдай түсесің дейді олар. Мен тоғызқұмалаққа 2 жылдай қатысамын. Тоғызқұмалақ өзімнің кәсібім деуге де болады. Бүгін осы тоғызқұмалақтан 3-ші орын алып отырмын. Көптеген спорт залдар салынып жатыр. Осы тоғызқұмалақ біздің ойымызды дамытуға көмектеседі. Негізінде өзім спортқа жақынмын. Және осы математиканы үйренгенім тоғызқұмалаққа көмектеседі. Тоғызқұмалақтан үйренгенім математикаға көмектеседі. Қазіргі таңда біздің қаламызда спорттық нысандар көптеп салынуда. Балдарға көптеген жеңілдіктер көп. Ұлттық спорт түрлеріне мысалы тоғызқұмалақтан балдар өздерінің ойлау қабілеттерін дамытса, асық ату арқылы өздерінің ептіліктерін, мергендіктерін шыңдайды.